Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің төрағасы Нұрлан Зайроллаұлы Нығматуллинге. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Су ресурстары комитетіне қарасты Қазсушар мемлекеттік кәсіпорнының нұсқауымен Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы К-19 каналына пилоттық бағдарлама ретінде су өлшеу автоматтандыру қондырғысы орнатылған. Алайда бұл қондырғының орнатуына қарсылық білдірген су метрология филиалының мамандары мен басшылары қудалауға ұшырап келеді. Яғни К-19 каналына қойылған автоматтандыру қондырғысы дұрыс таңдалмаған. Сол себепті бұл қондырғы судың көлемін дұрыс есептей алмайды деген сөздері су метрология басшыларына таяқ боп тиген. Осыдан кейін Қазсушардың IT саласы бойынша атқарушы директоры Тастан Наримбаев филиалдың басшыларын қызметтерінен босатқысы келіп, арыздарыңды жазыңдар, өз еріктерімен қызметтеріңнен кетіңдер, кетпесеңдер статьямен жұмыстан босатамыз деп қорқытып кетеді. Пилоттық бағдарлама бойынша Наримбаев министрлікке сәтті аяқталды деп жалған ақпарат береді. Соның нәтижесінде 5 жылдық мемлекеттік бағдарлама түзіліп, 120 каналға автоматтандыру жүйесін орналастыру үшін жобалау жұмыстары орындалуда. Жалпы су метрология мамандары су өлшеуді автоматтандыру қажет дейді. Республика бойынша бірыңғай базасын түзіп, цифрлы форматқа өткізуін барынша қолдайтындығын айтады. Бұл жұмыстың өзінің басына кикілжіңнің басылған себебі біздің Мақтаарал ауданында уравномер судың деңгейін көрсеткіш приборларын қою жөнінде басылған. Сонда как біз сол мекеменің сондай приборларды қоюын дұрыс қойылды ма, дұрыс қойылмады ма деген шешім шешіп беретін мекеме болып саналамыз. Су метрология филиалы. Соған барып қойып жатқанда апарып көргенде мына прибор уравномер деген бұл жерге қойылмайды. Бұл өзі уровені судың шықпайтын өте биік жерде орналасқан канал. Бұған расходомер қойсақ, биік көтерілген сайын бұның судың скоростын да өлшейтін, жаңағы жылдамдығын судың, совмес площадьын да өлшейтін. Доплеровский деген көптеген нелерді предлагать еттік оған. Жоқ, ол соққа дейін біз уже президент істеп қойғанбыз, осыны болады деген. Болмайды деп оны өтірік істемейді, болмайды деп айтқаным рас. Кикілжіңнің бәрі осыдан басылған. Кім арасында? Жаңағы біздің мекемемен, жаңағы кімнің Нәрімбаевтың Қазсушардың жаңағы енді зам директор деп есейші зам, соның арасында. Соны біраз кейін дәлдеп айттық, неге үйтесін, неге менің президент істеп қойғанымы қарсы шығасың деп, маған түсің жаз дегізіп қойып, бір күні түсі жазғанда мен шын айтқаным жаздым. Жарамайды деп айтқаным рас, әлді айтам жарамайды деп. Ол нәрсені қою қоймайды. Мақтааралдың жерінің бәрі уклон жоқ, каналдың бәрі рельефі тегіс, ешқашан ол жарамайды уравномер деген жаңағы прибор, енді өздерінің несі бойынша. Ол жабдық әлі күнге дейін тұр ма? Ал күн тұрғанда қойылған жұмыс жасамайды. Жасалып тұрған жоқ. Тағы айтайын, оны апарып ол министрге презентация етеді, министр президентке презентация, ал президент апарды да 5 елдің мүшелердің бізбен іргелес жатқан 5 елдің президентіне айтып отыр. Ал комиссия жіберіп тексертімізде қазір біреу істеп отқан жоқ. Істеп отқан жоқ, дәлелдеп те беремін оны барып. Бүгін жіберсін комиссиясымен апарып көрсем, жарамайтын дәлелдеп беремін. Өз қателігін мойындағысы келмеген Тастан Наримбаев филиал мамандарына қысым көрсету үшін өзінің құрған жұмыс тобымен 2021 жылғы 4-6 мамыр күндері су метрология филиалын тексеріп, 11 парақтан тұратын функционалдық талдау есебін 31 мамыр күні жазып болады. Сол жазған есебін негізінде филиалдың басшылары 1 маусым күні сағат 12:00-ге дейін, яғни 3 сағаттың ішінде түсініктеме жазып беруін талап етеді. Бас метролог іс-сапарда бас экономист кезекті еңбек демалысына болуына байланысты 11 парақта жазылған есепке толыққанды 3 сағат ішінде түсініктеме беру мүмкін емес. Сол себепті мерзімін бір аптаға созуын өтініп, Қазсушарға сол күні хат жолданған. Хат жауапсыз қалады. Түсініктемені уақытында бермедіңдер деген себеппен 2021 жылдың 4 маусым күні директорға, директордың орынбасары және бас метрологіне сөгіс жариялайды. Бұл жағдаймен келіскісі келмеген су метрология ұжымы 2021 жылы мамыр айында әлеуметтік Facebook желісі арқылы құрметті ел басшылары сіздерге ашық хат жолдаған. Бұл жөнінде Әділет Республикалық газеті 2021 жылдың 9 маусымында су шаруашылығы құрдымға кетіп барады, мамандар дабыл қағуда атты ауқымды материалын жариялады.
Тастан Наримбаевтың ұсынысы бойынша Әбілдаев Серік деген азамат филиалдың бас инженері, одан кейін директордың орынбасары, бас метрологы лауазымына тағайындалады. Сондықтан филиалда жұмыс істеп жүрген директордың орынбасары Құрманәлі Қойшыбаев пен бас метрологы Сұлтанбек Бекжанов 2021 жылдың маусым айында өздерінің қызметтерінен кіші қызметке ауысуға мәжбүр болады. Мен осыға дейін бас метролог қызметінде болғанмын. Есімім Бекжанов Сұлтанбек Ебенұлы. Осыға дейін бізді жұмысымдан төмендетілгенбіз, біз мақұл деп, өз еркімізбен мақұл деп. Одан кейін арғырап дәлше жұмысымызда жүрген жоқ. Ол келгелі бері 2 ай бойы жұмыс тоқтап қалды, жасаған түгілі жоқ. Ешкімнің жұмыс істегісі келмейді, басқа болмай қалды. Біз өзім мекеменің өзімізді қаржыландырып, қаражат тауып, сосын сол арқылы дәж болса заманның бағасының рыноктың өсуіне байланысты айлығымызды көтереміз деп басқа деген ниеттеніп жинайтын қаржымызда тоқтап қалды. Орын алмайтын жөні бар. Енді қазір жылдың соңы келе жатыр. Өз қаржымыз толтырайық деп жүгіріп өзім үшін жұмыс істеп жатырмыз қазір. Қысқасы біздің мекеменің қызметкерлерімен ол үйлесе алмады. Сосын бәрі жиналып жүріп, бір ашу келген кезде келді де, неге біз жазбаймыз, ұстап жүреміз деген әңгіме болғаннан кейін, мекемемізде жаңағы 40-тан астам жұмыс неміз бар. Оның 4-еуіміз 6 учаскеде орналасқан. Олар бізден 50 км ұзақ орналасқан. Қалғанымыз командировкада болды, қалғанымыз жерде отырып, жазғанымыз рас. Әлде егер де тағы да біздің айтқанымыз оңайтын болса, тағы да осы бір күнге жинап барлығын, 44 адам кім қол қоймайды, былай тұрсын, кім қол қояды, былай тұрсын дегіз қойып, жазып қайтадан жібереміз. Біздің жаңағы арыз жазған, ұжымдық хат жазған мәселеміз, ол біздің филиалда тыныштық болса, жұмысымызды бұрынғыдай осы Әбділдаев Серік келмей тұрғанда қалай жасадық, солай жүріп, солай жасасақ деген ойымыз бар. Бізге жаңағы жоғары жақтан шешіп берсе осыны. Әбілдаев Серік қызметке тағайындалған күннен бастап филиалдың атқарған жұмыстарын тексеріп, тырнақ астынан кіріздеп, кемшілік көрсетпеген, айтқанына көнбеген мамандарды қудалауға түседі. Айрандай үйіп отырған ұжымның тыныштығы бұзылады. Әбілдаев 4 ай ішінде Қазсушардың бас директоры атына 2 рет қызметтік жазба жазылып, филиалдың қаржылық шаруашылық қызметін тексеру үшін комиссия жіберуін өтінген. Екінші рет 2021 жылдың 1 қазан күні жазған қызметтік жазбасында тексеру деген сөз 20 рет қайталанады екен. Осыдан кейін Тастан Наримбаевтың ұсынысымен тағайындалған Серік Әбілдаевқа ұжымның ішінен іріткі салып, арандатушылық жасау тапсырмасы болған деген ой өздігінен туындайды. Әбілдаевтың осындай іс-әрекетіне шыдай алмаған ұжым мамандары Серік Әбілдаевты қызметінен босатуын сұрап, Қазсушардың бас директорына 15 маман қол қойған ұжымдық хат жолдайды. Көшірмесін тіркеп Әділет газетіне араша түсуін сұрайды. Берген түсініктемесіне сүйеніп Әбілдаевты орында қалдырады. Керісінше Серік Әбілдаевтың жазған қызметтік хаты бойынша филиалдың қызметін тексеріп, 2021 жылдың 29 қараша күні филиал директорына қатаң сөгіс жариялады. Осыдан кейін Әділет газеті Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрі Серікқали Аманғалиұлы Брекешевпен онлайн кездесу өткізіп, су метрология ұжымына жасалып отырған қысымды тоқтатуын ұжым мамандарына араша түсуін сұраған. Алайда бұдан да нәтиже шықпады. Ұжыммен кездесу өткізген ешкім жоқ. Есесіне филиалдың 2021 жылғы тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу мәселесін тексеріп, кемшіліктері үшін деген себеппен 2021 жылы 29 желтоқсан күні зейнеткерлікке шығуға 1 жыл ғана мерзімі қалған филиалдың директоры Есқыдыр Чунетовпен еңбек шартын бұзу туралы бұйрық жіберген. Су метрология ұжымының жетекші маман ретінде осыған қарай біздің ұйымның ұйытқысы бұзылып жатқанына орай мен өзіміздің бастығымыздың кеткенін қаламаймыз. Әрине оны барлық біздің ұжым қолдайды. Келісесіздер ғой? Біздің мекемеміздің басшысы Чунетов Есқыдыр Сырманұлының біз кеткенін қаламаймыз. Ол бізге басшы болып келгелі, біз одан ешқандай мәжбүрлі жамандық көрмедік.
осы кісі келгелі біздің айлығымызды 2 есе көтерді деп те айтсақ болады. Өзінің 1 жыл өзі жаңағы зейнет жасына 1 жыл ғана уақыты қалды. Біз соған қайта осы 1 жылды сол кісімен бірге өткізіп, аман есен, абыроймен зейнетке шығарғымыз келеді. Сіздер соған қосыласыздар ма барлықтарыңыз? Су шаруашылығында 25-30 жылдық стаждары бар, Жамбыл гидромелиоративті құрылыс институтында білім алған кәсіби мамандарға қысым көрсетіліп, 2021 жылдың соңғы айларында Батыс Қазақстан Ақтөбе филиалдарының директорлары қызметтерінен шеттетілді. Енді міне су метрология филиалының директоры қызметінен қуылды. Лауазымдық қызметтерін асыра пайдаланып отырған Қазсушар Республикалық мемлекеттік кәсіпорынның басқарушы директоры Тастан Наримбаевтан құтқаруыңызды өтініп сұраймыз. Су шаруашылығы еліміздің экономикасында сүбелі орны бар сала екенін өзіңіз айтып жүрсіз. Бұл салада осы күндері орын алып жатқан жағдайларға бейжай қарамау мүмкін емес. Құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы, Әділет Республикалық газеті сіздің саясатыңызды қолдап, тәуелсіз еліміздің өркендеуіне барынша күш-жігерін салады. Қазақстан Республикасының Конституциясының гаранты ретінде мемлекетіміздің әрбір азаматын қорғайды. Құқығын таптатпайды, араша түседі деп сенеміз.